Сәлеметсіздер ме? Диди Крочет каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қоянның тоқылуының екінші бөліміне келдік. Бүгін біз аяғын тоқитын боламыз. Мен аяқтың біріншісін тоқып мінекей синтефонмен толтырып қойдым. Сіздерге екіншісін тоқып көрсетемін қазір. Сіздер де бұл видеодан кейін екіншісін дәл тоқып шығасыздар. Ал енді ол үшін осы өзінің жаңағы түсті светін алып, амигуруми сақинасын аламыз. Сақинаға 6 бірінші бос бір ілмек алып, 6 ілмексіз баған аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 және де 6. Енді мына жіпті тартып, жақсылап біріншісіне біріктіреміз. Мінекей, енді екінші қатарда арттырмалар болады. Мына әр қайсысына біреуіне, осы біреуіне екеуден тоқып шығамыз. Сонымен 6 арттырма болады бізде. Сонымен бұл қатарда 12 болу керек. 10, 11, 12. 12 болды ғой енді, я достар, осылайынан бізге аяқта 24 қатар болу керек. Біз екеуін тоқыдық, енді тағы да 22 өзіміз тоқып алып келеміз. Ешқандай арттырмасыз 12 болып қалу керек. Арасында қалай ыңғайлы, солайынан синтефонмен толтырып шықсаңыздар болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осылайынан 24 қатар болу керек барлығы. Ал ендеше 22 қатар тоқып келгеннен кейін көрсеміз. Қараңыздар, екі аяғында аяқтадық қой, енді соны біріктіреміз. Мына осы аяқталған жерінен бір бос ілмек алып, арасын кіргізіп, біріктіріп аламыз. Екі ілмек болып шықты сонда. Енді ілмексіз бағаннан айландырып тоқып шығамыз. 2, 3, 4. Осылайынан айландырып шығамыз. Мына айландырып алып келдік қой, бұл жерде 12 болады, я. Енді мына ортасына біз біріктірген кезінде 2 ілмек болды. Сол 2 ілмекке 2 тоқимыз. 2 бос ілмекке. Біреу. Екеу. Одан кейін мына аяғын тағы айландырып шығамыз. Бұл жақта да 12 болу керек вообще. Сонымен айландырып алып келген кезде тағы осы жерге 2 тоқимыз да, 2 арттырма. Сонымен общий барлығы 28 болу керек. Мінекей, мына аяғын айландырып алып келіңіздер, одан кейін осы жерге келген кезінде көрсетемін. Айландырып тоқып алып келдім. Енді арттырмаларға көшеміз. Біреу. Екеу. Сонымен бізде барлығы 28 болу керек. Енді осылайынан ешқандай арттырусыз, ешқандай өзгертусіз 28 болды ғой, я. Осылайынан тағы да 10 қатар тоқып шығамыз.
Одан кейін бізде қысқартулар болады. 10 қатарды өзіміз тоқып алып келеміз, одан кейін кездесеміз. Достар, 10 қатар тоқып алып келдік қой, общий бірінші қатармен санағанда 11 болды, сонымен енді бос бір ілмек алып, мінекей ілмексіз бағаннан 10 тоқимыз да 11 мен 12-сі қысқару болады. Үшеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11 мен 12, біреу, екеу, бір қысқару болды. Тағы да 10 аламызда, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. 10 алып, 11 мен 12-сі қысқару болады. Қалғанын аяқтаймыз да. Бізде қатарда 26 қалды. Енді келесі қатар 12-ші қатар тоқыдық қой, енді 13-ші қатар ешқандай өзгертусіз 26 баған ілмексіз баған болып тоқылады. Біз келесі 14-ші қатарда кездесеміз. Ешқандай өзгертусіз 26 баған қылып 13-ші қатар тоқып шықтым. Енді ілмексіз бір бос ілмек алып 9 ілмексіз баған аламыз да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мен 11 қысқару болды. Енді на жағынан 10 аламыз. 10 ілмексіз баған аламыз да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және де 10. 10 мен 11 қысқару болды. Қалған 3 қатарды тоқып 3 қатар деп мұңай 3 ілмексіз бағанды аяқтадық. Келесі біз 14-ші қатар тоқыдық, енді 15-ші қатар ешқандай өзгертусіз 24 болып қалды ғой, бізде 24 баған болып тоқылады. Ілмексіз баған болып тоқылады. Одан кейін біз 16-ші қатарда кездесеміз. 16-ші қатарға келіп жеттік. Енді тағы да бос бір ілмек алып, келесіде 7 ілмексіз баған алатын боламыз. 8 емес, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 бен 9 қысқарту болады. 1, мінекей, 2, басын біріктірдік. Ал на жағынан 10 емес 9 алатын боламыз. 2, 3, 4, 5,
алтау, жетеу, сегіз. Менде кішкене жіп шатасып қалды. Үшеу, алтау, жетеу, сегіз. Соңғы 9. Және де 10 мен 11 қысқарту. Қалған ілмексіз бағанмен аяқтаймыз да. Келесі қатар ешқандай қысқартусыз 17-ші қатар ілмексіз бағандармен 24, қателеспесем қанша қалды бізде мұнда? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22. Келесі қатар ешқандай өзгертусіз 22 ілмексіз бағанмен тоқылады. Енді 18-ші қатарға келдік. Бұл жерде уже 6 ілмексіз баған аламыз да. 7 мен 8-шісі қысқару болады. 2, 5, 6. 6, я. 7 мен 8 қысқарды. Мына жағынан 8 алатын боламыз. Қысқартудан кейін 2, 3, 4, 5, 6, 7, соңғысы 8. 9 бен 10 қысқару. 1, 2, 3, 4 болып соңғысы аяқталады. Бұл қатарда уже 20 қалды. Келесі 19-ші қатар 20 болып ешқандай арттырусыз ілмексіз бағаннан тоқылады. 20-ші қатарға келдік. Енді тағы да осы ілмек алып, міне қараңыздар, мен тоқып отырмын. Бас жағы уже қысқарып бара жатыр. Сол себепті синтефонды тығыздап тұрып толтырып қойдым. Сіздер де толтырып алсаңыздар болады. Бізде қатарда 20 баған қалды. Енді бұл қатарда тағы да қысқару болады. Сонымен 18 алады тағы да. 5 ілмексіз баған аламыз да. 2, 3, 4, 5, 6 мен 7 қысқару болады. Мына жағынан 7 аламыз да. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және де 7. 8 бен 9 қысқару. Қалғанын тоқып аяқтаймыз да. Бұдан кейін 21-ші қатар ілмексіз бағаннан 18 тоқылады. Яғни ешқандай арттырусыз, қысқартусыз. Бұдан кейін тағы қысқарту.
22 қатарда кездесеміз. 22 қатарға келдік. 4 ілмексіз баған алып, үшеу және де төртіншісі. 5 пен 6 қысқару. Келесі жағынан 6 аламыз да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 мен 8 қысқару. Қалған тоқып аяқтаймыз да. 23 қатар өзгертусіз, қысқарусыз, арттырусыз. 16 ілмексіз бағаннан тоқып келеміз. Одан кейін 24 қатарда кездесеміз. 24 қатар босы бір ілмек алып, 1, 2, 3 ілмексіз баған алып, 4 пен 5 қысқарту. Мына жағынан келесі жағынан 5 аламыз да. 1, 2, 3, 4, 5, 5 алып, 6 мен 7-шісі қысқару болады. Қалғанын 1, 2, 3, 4. Жиырма бесінші қатар 14 ілмексіз баған болып тоқылады. 26 қатарда кездесеміз. Енді 26 қатарға келдік. 1, 2, 2 алып, мен әшетте бос бір ілмек алдым, е. 1, 2 алып, 3 пен 4 қысқару. Тағы да ана жақтан 4 алып, 1, 2, 3, 4. 5 пен 6 қысқару. Қалғанын 1, 2, 3, 4. Тоқып аяқтаймыз. Бұл қатарда сонымен 12 ілмексіз баған қалды. Енді келесі 27 қатар 12 ілмексіз баған болады да, сонымен қоянның денесі аяқталынады. Бас жағын жақсылап тұрып синтефонмен толтырамыз да. 27 қатарда кездесеміз. Мінекей достар, мен өзімнің қоянның денесін аяқтап бітірдім. Соңғы 27 қатарды тоқып аяқтадым. Сонымен осы сабақ денесімен аяқталынады. Келесі сабақта біз қоянның басын тоқитын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға үлкен рахмет. Қандай да бір сұрақ болса, комментарий жаза кетіңіздер.